Наурыз Орта Азия халықтары 5000 жыл бойы тойлап келе жатқан әлемнің ең көне мейрамдарының бірі. Наурыз жылдың бірінші күні жыл басы көктемнің алғашқы айы. 22 наурызда күн мен түн теңеледі. Бұл мейрамда қазақ халқы армысың әз наурыз, әз болмай мәз болмас деп қарсы алған. Құл құтылар құрықтан, күн құтылар сырықтан деген бағзыдан келе жатқан сөздің астарында көп мән жатыр. Тіпті бұл күні реніш өкпе дегенге орын берілмеуі қажет. Ұлыс күні алдыңа келсе атаңның құнын кеш. Жақсылыққа жақсылық, жай адамның ісі, жамандыққа жақсылық, ер жігіттің ісі. Тасатқанға асат секілді нақылдар осынау қасиетті де қадірлі күндері өмірге келсе керек. Наурыз тойында үлкендер ат құйрығын кесіп, бір-бірлерінің көңілдері қалған бауырларды, дос-жарандарды табыстырып, ел ішінде бірлік, ынтымақты күшейтуге үлес қосқан. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.